Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге ұлу жылындағы саршаяндарға арналған жұлдыз жорамалмен танысатын боламыз. 2024 жылы сіз кейінге қалдырған немесе үлгермеген өзгерістерді жасайсыз. Өкінішке орай бұл оңай болуы екі талай. Сіз бұдан былай бір жағдайда тұра алмайтыныңызды және бостандықты, жаңа жолды және шын мәнінде түбегейлі өзгерісті қатты аңсайтыныңызды іштей сезсеңіз де тежегіш ретінде әрекет ететін қорқынышты сезінесіз. Ақырында не біреу сізді әрекетке қатты итермелейді, немесе сіз мұны бұдан былай шыдай алмайтындықтан жасайсыз. Жылдың негізгі сәттері мамыр және қазан айлары болып табылады. Бұл маңызды оқиғалар мен маңызды іске асырулар болуы мүмкін. Әрине, биылғы жылы жасауға тура келетін өзгерістер көп, күш-жігерді қажет етеді. Бірақ соңында олар жақсы жаққа және еркін тыныс алуға мүмкіндік береді. Сіздің мансабыңыздың осы жылы қалай өтуі сіздің әріптестеріңіз бен қарым-қатынасыңызға байланысты болады. Барлық әріптестеріңіз бен достық қарым-қатынаста болғаныңыз дұрыс. Болғанымен, олардың ешқайсына толығымен сенбеңіз. Осы жылы сенуге болатын жалғыз адам ол өзіңіз. Сол себепті басқалармен тек қажет кезде ғана жұмыс істеңіз. Ақпанның ортасынан наурыздың ортасына дейін сізден тағы да көп нәрсе күтілуде. Өзіңізге сенуден бас тартпаңыз. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Әсіресе көктемде қаржыға мән беріп, үлкен сатып алуларға азғырылмау керек. Қандай инвестициялар сізге шынымен пайда әкелетінін және онсыз не істеуге болатынын мұқият ойластырған дұрыс. Шілде айынан бастап сіз қаржылық транзакцияларды ерекше шеберлігіңізді көрсетесіз және шотыңызға үлкен плюс жаза аласыз. Жазда сіз тағы да сынға түсесіз және ұйымдастырушылық қабілетіңізді сынай аласыз. Саршаяндар енді не істеу керектігін біледі және басқаларға әрекет деген құштарлықтарын жұқтырады. Олар шабыттандырады және перспективалық идеяларды дамытады. Қазаннан бастап тынымсыз еңбегіңіздің ақыры өз жемісін беріп, жоспарларыңызды сәтті жүзеге асыруға болады. Саршаяндардың жалпы қаржысы 2024 жыл басталғанда өте күшті болады. Сіз табысыңыздың едәуір бөлігін арманыңыздағы үйді, мүлікті немесе жоғарғы санатты автомобильді сатып алуға арнауыңыз мүмкін. Саршаяндарда сауапты іс-шараларға, қажылықтарға, қайырымдылық пен қоғамдық жұмыстарға қомақты қаржы бөлу күтілуде. Батыл болыңыз, бюджетіңізді ұстаңыз және біраз уақыт үнемдеуді үйреніңіз. 2024 жылы болашаққа айтарлықтай ақша үнемдей аласыз. Міне достар, ұлу жылындағы саршаяндарға арналған жұлдыз жорамалым осымен тамам. Егер де менің ақпаратым сіздерге пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.